Мынау бүгінгі біздің енді тақырыптың өзегі негізгі. Ол жыраулар поэзиясындағы Абылай ханның тарихи тұлғасы. Мынау енді біздің құрылтайымыз, ұлттық құрылтайымыз бірінші рет, тұңғыш рет қазақ жерінің киелі мекені болған Ұлытауды өтсе, екінші хан ордасы болған, хандардың, қазақ хандарының астанасы болған Түркістанды өтіп өтсе, үшінші құрылтайымыз мынау көне Сарайшық қаласының жаңағы қазақ хандарына мекен болған Алтын Орда хандары, қазақ хандары, оның ішінде Қасым ханның зираты жатқан қасиетті мынау Сарайшық жерінде Атырауда өтілді. Енді президенттің бастамасымен, ұсынысымен дейміз, төртінші құрылтай осы Көкшетауда мынау хан ордасы, Абылайдың ту тіккен жері, ордасын тіккен жер, хандық қылған жер Бурабай болатын болса, Көкшетау болатын болса, міне сол бұның өзінің үлкен бір осындай тарихи маңызы бар деп айтуымызға болады. Ал енді мынау жыраулар поэзиясындағы Абылай хан тұлғасына келетін болсақ, мынау енді орта ғасырлық тарихты медиевистика дейді, ғылымда. Сол медиевистикада әсіресе мынау жыраулар поэзиясының мынау ресми тарихнамаға деген тарихнамаға кәдімгі азығы болар, историографиялық, тарихнамалық қайнар бұлақтар, яғни арналар екені сөзсіз, даусыз. Міне біздің енді мынау Абылай туралы көптеген зерттеулеріміз, әсіресе кеңестік кезеңдегі Майсеев пен Сүлейменовтер, академик Сүлейменовтер, Майсеевтердің мынау 18 ғасырларда Қазақстан тарихына қатысты зерттеу еңбектерінде, Абылай туралы зерттеулерінде мынау көбіне тарихи құжаттар мен мынау деректерге ғана, тарихи деректерге ғана негізделіп жазылған болатын. Ал енді осы жыраулар поэзиясының, енді біз тоқталғалы отырған, әсіресе 18 ғасырдағы тарихи мынау жаңа кезеңдер, тарихи оқиғалар, қым-қуыт оқиғалар, жан алып жанды беріскен кәдімгі қым-қуыт, мынау жаңағы керемет бір ғасырлап кеткен мынау қазақ ойрат арасындағы соғыстардың, үлкен ұрыстардың бедері дейміз ба, реалистік бояуы, қанық, өшпес образдар жасаған Татығара, Үмбетей, Бұхар жыраулардың толғауларына біз көбіне тоқталуымыз қажет. Бұл тарапта әсіресе қазақ ғылымында Шоқан Уәлиханов ең тұңғыш рет осы жыраулар поэзиясындағы Үмбетей, Татығара, Бұхар толғауларындағы, жырларындағы жаңағы тарихи негіздерге, тарихи шындыққа, былайша айтқанда тарихилік принципі дейміз ба, міне соны алғаш орнықтырып, соған мән берген ол қазақ ғалымы, ағартушы Шоқан Уәлиханов болатын. Бұдан кейін жаңағы біз тәуелсіздік алған тұстарда осы мәселеге ерекше назар аударған бұл академик, үлкен тарихшы Манаш Қозыбаев болатын. Одан кейін осы көкшетаулық ғалым, тарихшы профессор Қадыржан Әбуовты айтуға болады. Ол кісі өзінің әрбір жаңағы баяндамаларында, жарықсөздерде болсын, мынау жаңағы ғылыми баяндамаларында, мақалаларында осы Үмбетей, Татығара, Бұхар жыраулардың мынау текстологиялық тұрғыда мәтіндерін үңіліп отырған. Міне осыдан келген кезде біз мынау тарих ғылымымен, яғни тарих пен тарихи көркем әдебиетті салыстыра келетін болсақ, тарихи көркем әдебиет әрине сол тарихи құбылыстарға, тарихи тұлғалардың өміріне, өмірбаянына негізделеді де, бірақ дегенмен де ол жазба әдебиеттің өзінің принциптері бар. Бұл жерде жазушының қиялы, шығармашылық қиялы бірінші орынға шығып кетеді. Міне сол тарихи оқиғалармен, тарихи тұлғалармен қатар ойдан алынған оқиғалар, қиялдан алынған жаңағы тұлғалар, сол тарихи тұлғалармен, тарихи оқиғалармен араласып жүреді. Бұған енді көптеген әлем әдебиетінде болсын, Толстойдың «Соғыс және бейбітшілігі», Алексей Толстойдың жаңағы Петр I романы, қазақ әдебиетінде Ілияс Есенберлиннің мынау атақты көшпенділер трилогиясы, жаңағы Жанталасы, Алмас қылышы, Қаһары, осы сияқты Алтын Ордасы, осы тарихи романдар енді айта берсе, біздің қазақ әдебиетінде әжептәуір тарихи романистика қалыптасты. Соғыс Матаевтың жаңағы мынау Елім-ай, Мұхтар Мағауиннің Аласапыран, Әбіш Кекілбаевтың Үркер мен Елең алаң сияқты романдар.
Міне осы романдарда енді әрине жазушылық қиял, шығармашылық қиял болады. Ал енді осыларға қараған кезде жыраулар сол тарихи кезеңдерде өмір сүргеннен кейін оларда мынау жазба поэзиядағыдай, жазба әдебиеттегідей осы шығармашылық қиял үлкен рөл атқара бермейді. Яғни көбіне мынау тарихи тұлғалардың шынайы бейнесін жеткізуге тырысатындығын байқаймыз. Ендігі мәселе, біз осы жырауларға тоқталмас бұрын Абылайдың мынау негізгі атына тоқтала кетейін. Мен есімі Ныспысы дейді қазақ. Біз Абылай хан дейміз, иә. Сол Абылайдың негізгі мынау аты Әбілмәнсүр делінеді. Бұл Әбілмәнсүр деген енді бізде қазір көбіне айтылып жүрміз, екеуі қабаттасып жүреді. Кейде Әбілмәнсүр, кейде жаңағы Абылай деп. Мынау біз қарап отыратын болсақ, бұл осындай Әбілмәнсүр Ныспысы атауы шәкәрімге дейін болмаған. Абылайды зерттеген ең бірінші оның биографы дейміз ба, оның шөбересі, яғни былайша айтқан кезде қазақтың үлкен ғалымы, атақты ғалым Шоқан Уәлиханов. Сол Абылай хан деген зерттеу еңбегінде бірде-бір жерінде осы Әбілмәнсүр деген атауды атамайды, яғни айтылмайды. Көрдіңіздер ме? Осы туралы фольклоршы ғалым, филологияның доктор профессор, қостанайлық ғалым Алмас Әбсадықовтың Абылай хан тарихи таным тағылымдар деген монографиялық зерттеу еңбегінде осы мәселеге тоқталыпты. Яғни біз қазақ енді мынау ислам дінінде болғаннан кейін мұсылмандық дәстүр бойынша, яғни оның азан шақырып қойған аты болады, Ныспысы болады. Мысалы Шоқанның Ныспысы азан шақырып қойған Мұхаммед Ханафия, Сегізсерінің Мұхаммед Ханафия, Абай Ибрахим, Ыбырай Алтынсарин Ибрахим. Осы кісілердің зираттарында, кесенелерінде Абайда Ибрахим, Ыбырайда Ибрахим, Шоқанда Мұхаммед Ханафия деп жазылған. Міне бұл дәстүр бұзылмайды. Ал енді Абылайдың Түркістандағы кесенесінде өздеріңіз білесіздер, Әбілмәнсүр деген сөз жоқ, Абылай деп тұр. Яғни бұл жерде сонда қалай? Бұл мұсылмандық дәстүрді берік ұстанып отырған кезеңдерде, яғни бұл қойылмай қалу мүмкін емес. Киелі дін ордасы болған Түркістанда, яғни Абылайдың жаңағы кесенесінде Әбілмәнсүр деп жазылу керек еді, егер шынайы. Міне сонда біздің айтатынымыз, бұл бір үлкен бір бет ашылмаған мәселе болып қалып тұр. Шәкәрім қажының, шәкәрім аталарымыздың осы жаңағы дерегінде ғана қазақ қырғыздар һәм ханлар шежіресі дейді ғой, осында ғана айтылады екен. Оның өзінде шәкәрім жаңағы атамыз не жасамайды, мынау сілтеме жасамайды екен, ғылыми ссылка дейміз, сілтеме жасамайды, оны бір қариялардың аузынан жазылып алған дейді. Көрдіңіздер ме? Сонда аңыз болып кеткен тұлға ғой. Міне осыған келген кезде біз мынау Абылайдың жалпы өзінің есімі жаңағы сол Абылай екендігіне тоқталуымыз керек. Ал енді мынау Абылайдың ата тегіне келетін болсақ, бұл атақты Шыңғыс ханнан тарайды, өздеріңіз білесіздер. Мынау енді сонда 21-ші буын екен Абылай Шыңғыс ханнан. Енді сол қазақтың тарихи шежіресімен келетін болсақ, атақты Шыңғыс ханнан оның Сайыпқыран ұлы, Сайыпқыран хан дейміз ба, жошы ұлысының негізін қалаған президентіміздің бастамасымен 8 жылда аталып өтілейін деп отыр. Мына осы жошы Шыңғыс ханнан тарататын болсақ, Шыңғыс хан, жошы, оның үлкен бір керемет Сайыпқыран баласының бірі Тоқай Темір. Ал енді мына Тоқай Темір кімнің жаңағы Рашид ад-Динде, жылнамалар шежіресінде Рашид ад-Динде 14-ші, 13-ші баласы деп жүр. Мұхаммед Вәли де жаңағы кімді Әбілғазы Баһадүр хандарда бұл 4-ші, 3-ші жыл деп көрсетіледі. Енді әрқилы осындай деректер бар екен. Міне қалай десек те Тоқай Темір бұл бүкіл қазақ хандарының түп атасы. Біз жошының түп атасы десек, Тоқай Темірді түп атасы деуіміз керек. Өйткені Көк Орданың алғашқы ханы болған Орда Ежен, бұл да жошының баласы. Бірақ Орда Еженнің кейін ұрпақ үзіліп қалғаннан кейін бар, осы Көк Орданың жаңағы билігін ары қарай апарған осы Тоқай Темір ұрпағы болған. Міне сол Тоқай Темір дейік. Тоқай Темірден Ұрыңбашы, Ұрың Темір делінеді. Одан Ашық, одан Тақтақтан біз Өзтөмірден Темірғожа, Темірғожадан жаңағы Бадағұл дейміз, одан Орыс, Орыстан ары қарай Құйыршықтан Барақ, Барақтан Жәнібек, өзіміздің атақты қазақ ханның негізін қалаған, Жәнібектен атақты Жәдік,
жәдіктен шығайдан мынау Тәуекел, қазақтың сайыпқыран ұлдарының бірі Тәуекел хан, Тәуекелден Есім, еңсегей бол Ересім, Есімден Салқам Жәңгір. Қазақ енді Салқам Жәңгір дейді. Сол Жәңгірдің бір баласы, мынау Тәукемен таққа отырған кезде Тәуке отырып қалады да, оны бөліп, Уәли Бақы деген баласы Салқам Жәңгірдің үргеніштегі өзінің нағашы Қайып ханның қолына барады. Міне сол үргенішке кетеді. Сол Қайып кімнен? Жаңағы Уәли Бақыдан атақты мынау кім туады? Қанішер Абылай. Қанішер Абылайдан кәдімгі Көркем Уәлиден өзіміздің іздеп отырған, сөз өткелі отырған осы біздің Абылай. Яғни жаңағы кейбір деректерде жаңағы Шәкәрім қажының жаңағы атамыздың дерегінен кейін Әбілмәсір деліп жүрген осы Абылай туады екен. Сонда 21-ші буын екен. Ал енді мынау Қанішер Абылай деп өзінің атасының әруағын шақырады дедік қой, Шарышпен болған ұрыста. Осы жерге келетін болсақ, біз осы бір оқиғаларға келетін болсақ, Қанішер Абылай деп неге аталған дейсін болатын болсақ, бұл енді кәдімгі Қанішер деген енді бізде жағымсыз мағынасында ғой. Профессор, тарихшы, тарихының докторы Жамбыл Артықбаевтың бір дерегінде бұл Қанішер Абылай деген атау бұл ер жүрек, жау жүрек хан болған делінеді. Мысалы адау қазақтың үлкен бір хандарының бірі Тәуке деген Қайып хан 30 мың әскермен Айкөздің бойында Әбілқайыр бар, ол кезде сұлтан. Мынау Қалмақтың азғаннан қолынан жеңіліп қайтады. Міне осыған намыстанған, ашуланған кім? Жаңағы Абылай, Қанішер Абылай. Қолынан жазым болған ғой. Содан ол жылыстап кеткен. Міне кейін осы Көркем Уәлиден Абылай келген кезде сол Абылайды өзінің шын атын айтпай, мына Үйсін Төле билердің түйесін баққан құл ет дейді ғой. Мына Сабалақ деген атпен жүруінде осындай үлкен бір сыр бар. Яғни анау туысқандары жазым етпес үшін осындай бір жасырын бір жол жасаған делінеді. Ал енді мынау кімнің осы Абылайды сол үргеніштен, Түркістаннан паналатып өзінің қамқорлығына алып жүрген Ораз аталық дейміз, оны кімнің біздің тарихи романдарда Ораз құл деп жүр, бұл құл емес. Бұл анау Тәукенің заманында бізде аталық институт деген бар. Осы аталық институтымыз көп зерттелінбеген. Аталық институттардың өзінде мынау жаңағы хандардың балаларын, ақсүйектердің балаларын шет тіліне, батырлыққа, үлкен ер жүрек тәрбиеге, жауынгерлік істерге баулитын олардың бір тәрбиеші ұстаздары болған. Аталық дейміз. Тәукелердің кезінде мысалы анау қазақтың мынау Алтай деген руынан шыққан, арғынның ішінде осы кім атақты Барғана деген, Арыстан, Нияз деген батырлар болған. Ораз аталықта осы аталықтардың бір өкілі. Сондықтан ол ешбір құл емес. Осы Ораз аталық Абылайдың жанын сақтаған адамдардың бірі. Ендігі бір мәселе Абылайдың мынау туып өскен кезеңдеріне қатысты айтылып жүр. Туып өскен кезеңдеріне қарайтын болсақ, 1711 жыл деп жүрді бір ресми тарихнамада. Қазір енді біз оны түзетіп жатырмыз, 1713. Себебі Абылай 1781 жылы мынау жаңағы Ташкенттегі Ортағазия хандарымен болған үлкен бір жорықтың кезінде Арыс өзенінің бойында, Созақтың бойында келе жатқан кезде ол түсті өңірлерде осындай бір ауруға ұшырап, жолда бір ауырғаннан кейін, бір үлкен науқасқа ұшырайды ғой енді. Енді әртүрлі далада жорықта жүрген кезде ішпейтін сулар ішіледі, неше түрлі. Міне содан үлкен бір дерт ұстап, содан 69-ға қараған жасында қайтыс болды дейді. Бұны 1781 жылы Сібір әскерлері шебінің бас қолбасшысы генерал-майор Огарев Ресейдің сыртқы істер коллегиясына жолдаған хатында айтады. Биылғы жылдың дейді, мамыр айының басында қазақтың ханы Абылай науқастан 69-ға қараған жасында қайтыс болды делінеді. Міне онда қарап отыратын болсақ, осы 1781-ден біз 48 жыл хан болдық деп отыр ғой. Мына атақты Арыстанбай ақынның өздеріңіз білесіздер, өлеңі бар. Қалады мекержіде байлар сауда, топ бұзар батыр жігіт қалың жауда, сұрасаң мен айтайын Абылайдың тұрған жері хан болған 48 жыл Көкшетауда дейді. Міне, сонда біз осы 1781-ден 48-ді алатын болсақ,
1733 жылы шығады. Бұл енді осы Мұхтар Мағауиннің қазақ тарихының әліппесі деген зерттеу еңбегінде де айтылады. Осы дәл көрсетіледі. Сонда 1733 жылы Абылайдың жасы 20 екен. Ал енді осы 48 жылды алсақ, енді 20-дан өздеріңіз алып көрсек, біз кәдімгі арифметика бойынша 1713 жыл шығады. Яғни атақты Үмітей жыраудың былай айтатыны бар ғой. Мынау 20 жасың толғанда, қалмақпен соғыс болғанда, алғашқы бақты тапқанда, шарыстың басын қаққанда, қанжығаға баспайлап, жау қашты деп айғайлап, абылайлап шаққанда, ұмыттың ба соны Абылай, сол ерліктен хан болдың, әлем асқан жан болдың, барша әлемге даң болдың, ұмыттың ба соны Абылай дейтіні бар. Яғни сонда қарап отыратын болсақ, біз осы ресми 1713-ті Абылайдың туған жылы деп қабылдауымыз керек. Ал енді мынау Абылайға қатысты тағы бір үлкен деректерді айта беретін болсақ, жалпы Абылай туралы кезінде Левшин айтқан ғой, бұл өте бір жауынгер, жау жүрек қазақ хандарының бірі болған деген. Академик Бартолд айтады, орта жүз хандарының ішіндегі ең мықтысы да, тәуекелі мол батыры да осы Абылай болды деп жазған екен. Бартолд. Сондықтан Абылайдың сол тарихи тұлғасы туралы кезінде үлкен мәліметтер айтылған. Ал енді мынау Абылайдың өмірбаяны туралы жаңамен Үмбетейге келетін болсақ, бір тарихи кезеңдер. Мынау Абылай бастаған шайқаста Үмбетейдің қамыстың басы майда, Үмбетей емес, Татығараның, кешіріңіздер, Татығараның екі жыры бар. Яғни тарихи жырлар. Қамыстың басы майда, түбі сайда, және кебеже қараң кең құрсақ. Осы мынау жаңағы қамыстың басы майда, түбі сайда деп келетін жырында үлкен бір тарихи оқиғалар, Абылай бастаған оқиғалар көрінеді. Сонда былай делінеді: қамыстың басы майда, түбі сайда, Шақшағұлы Жәнібек батыр найза, Бөкеймен Сағырдай дулаттағы, деріп салы маңдайда қыпшақтағы, өзге батыр қайтса да бір қайтпайтын, сарымен баяндайды уақыттағы. Ағашта биікті айтсаң қарағайды айт, ерлікте батыр жігітті айтсаң бөгенбайды айт деп келеді. Яғни бөгенбайдың алдынан жау, алдынан су, артынан жау қысқанда ер жігіттің ерлігі осындайда дейді. Міне сонда осы толғауында бұл қазақтың ойраттардың арасындағы үлкен бір шайқас болады. Сол кезеңдерде бір өткел бөлмес өзен кездеседі ғой. Сонда қазақ жауынгерлері, сарбаздары дағдарып қалған кезде Татығара осы жырды жырлап қоя берді дейді. Сонда осыған рухтанған қазақ жауынгерлері жаңағы асу бермес, өткел бермес өзеннен кесіп өтті дейді. Бұдан кейін Татығараның екінші бір тарихи жыры, бұған Шоқан тоқталған, Шоқан осы жырлардың бәріне тоқталған. Былай делінеді: мынау кебеже қарың кең құрсақ, артық туған Абылай, көтерегер бұлысты, көп Қытайдың жылқысы тұрымтайдай құнысты. Жау жағадан алғанда, ит етектен алғанда, ер Абылай қорыққан жан әншейін еңкей бере жылысты дейді. Үлкен бір стратегиялық, тактикалық бір кезеңдерді айтып отыр. Бәсентейін Сырымбет оқ жіберіп ұрысты. Ақыл қалмас қашқанда, дегбір қалмас сасқанда, баяндай жауды шанышқанда дейді. Міне осы текстологияда кейбір мәтіндерде осы Абылайдың осы жаңағы ерлігісіне қатысты осы толғауда Татығараның, мына біздің кейбір нұсқаларымызда көп қалмақтың жылқысы дейді. Ол көп қалмақ емес, көп Қытайдың жылқысы. Яғни 1756-1757 жылдардағы Аягөздің бойындағы, Балқаштың бойындағы, мынау қазақ даласында Сарыарқаның түбінде болған үлкен мәнжүр Қытай Син әскерлерімен болған соғысты айтып отыр. Міне осы соғыста мынау жаңағы айтып отырған кім Син империясы Сянлу өзінің Дардана бастаған үлкен Хадаха Дардана деген қолбасшыларын жіберген ғой. Міне осылар кейін жеңіліске ұшырайды. Міне осындағы батыр баянның жаңағы ерліктері, Бөгенбайдың ерліктері тамаша суреттеледі. Енді мынау біздің тоқталатынымыз Бөгенбайдың, Абылай ханның, енді Абылайдың мынау ата тегін айтып кеттік, ныспысын айттық. Осы алғашқы кезде
өзін жасырып жүрген кездегі жайы. Үргеніште мынау жаңағы арға атасы Уәли Бақы Үргенішке кетті дедік. Сонда осы үмбетейде де айтылады. Ей Абылай, Абылай, Абылай ханым бұлғалай деп сескеніп, сөзімді қойма тыңдамай, талай істер басыңнан өтіп едік жасыңнан, қиын қызық әрбір жай. Жас күніңде Абылай, үргеніште мұнда көп. Үргеніште мұнда көп. Сарыарқаны жерің деп, қалың қазақ елім деп, келмеп пе едің жаяулай. Төле биді жаяулай, Төле биді күндіз түйе баққанда еш бір жағынан шошымай, еш малшыға қосылмай, қара жерге отырмай, күпі төсе басыңа, жең жастанып басыңа, қол аяғың төрт жақта, ұмыттың ба соны Абылай дейді. Міне сонда алғаш әу баста осы Үйсін Төле билердің жаңағы қызметінде жүрген делінеді. Бұл ел арасындағы аңыз әңгімелерде көп айтылады. Одан қала берді, мынау арқадағы Бурабай, Көкшетаудағы атақты Дәулеткелді әсіресе мынау қарауылдың ішіндегі, Жақсылық қарауылдың ішіндегі Дәулеткелді байдың жылқысын баққан делінеді. Енді бір деректерде ол Атығай Дәулеткелді бай дейді. Енді бұл жерде бір ізгілік жоқ. Кімнің. Енді оның Абылайдың үлкен бір жаңағы ерлік көрсететін тұсы осы мынау Аңырақай шайқасынан кейінгі шайқастар. Осы Аңырақай шайқасынан кейінгі шайқастарда Абылай өзі мынау жаңағы айтып отырған үлкен бір жаңағы қалмақтың батыры Шарыш дейміз ғой, бұл Қалдан Сереннің бір туысқаны. Ел аңыздарында, ел арасындағы аңыздар баласы қылып қояды. Міне. Сонда енді баласы емес қой, әрине енді әйтеуір туыс. Бұл шайқас 1730 жылы болған. Яғни мынау жаңа көптеген зерттеушілердің ішінде Қытай деректерінде қалмақ пен қазақтың арасында үлкен соғыс болған делінеді. Аңырақай шайқастарында Абылай әлі балаң, 16-17 жастарда. 1730 жылы Абылай Аңырақай шайқасы, 1720 жыл Бұланты Сарысу өзендерінің бойындағы шайқас. Бұған әлі ол тәжірибе жинап жүрген кезі Бөгенбайдың жанында. Ал енді 1730 жылы Абылай өзінің үлкен ерлік ісін көрсеткен. Қазақтың көп батырлары сол шыдамай тұрған кезде Абылайлап шауып, мына Шарыстың басын қаққан дейді. Жаңа мен оны Үмбетей толғауынан айтып кеттім ғой. Ендігі бір мәселе мынау біздің Үмбетейдің Абылайға айтқан екі толғауы бар екен. Бір Бөгенбайдың өлімін жоқтау, ақшадан асып туған Бөгенбай дейді. Алатауда ақшадан асып туған Бөгенбай, болмаштадан болат туған Бөгенбай дейді. Міне осы жоқтау жырынан кейін оның естірту жыры. Бұл естірту жырында анау кім Үмбетей мына салт өлеңдерінің шегінен шығып кетеді. Ол естірту емес, көбіне Абылайдың жас күндегі ерлік істерін тізбелеп кетеді. Бұл да өзінше бір тәсіл болған. Сонда қарап отыратын болсақ, мынау Абылай сол хандық жаңағы басында сұлтан болды, одан кейін жаңағы хандық билікке жеттік дедік. Мынау жаңа айтып отырған Атығай қарауыл ұлысының сұлтаны болды 1730 жылдан. Содан 1734 жылдан кейін бұл Самеке қайтыс болғаннан кейін Ортазының ханы, бұл Ортазының ханы болып сайланған. Яғни бұл хан деп аталған кезі. Сол Сарыарқаға сол кезде Қалдан Серен көптеген өзінің жасақтарын жіберген. Оның бірі Сайын Бөлектің, Септен деген нояндардың жаңағы шабуылдар сол халықтың мазасын алып жүрген кезде бір аз ғана жасақпен сол 1740 жылдар болу керек Абылай тұтқынға түседі. Жаңа кімге? Қалдан Серенге. Міне ол ел арасындағы аңыз әңгімелерде ұзақ баяндалады. Бұл туралы Үмбетей былай дейді: Қалдан ханның әскері іздеп сені әрбері, қапыда ұстап алғанда, алып барып Ташкенде Көрзұнданға салғанда, 90 жақсы 300-ден сені сұрай барғанда, өлтірем деп Қалдан хан орайына Шарыштың сөзіне қарсы сөз айтып жауаптастың қарыстың. Қапияда тұтылдың, қалмаққа бітеу жұтылдың, шешендік жолын тұтындың, шағау сөзімен құтылдың, ұмыттың ба соны Абылай дейді.
Міне, ол үмітей жырлаған толғауда, яғни Абылайдың тұтқында, жаңа Қалдан Серенде тұтқында болғаны айтылады. Енді 90 жақсы 300-ден сені сұрай барғанда дейді. Бұл жердегі тарихи фактілерге келетін болсақ, кейбір деректерде бұл Төле би дейді. Енді Төле бидің үлкен кәдімгі қартайып еңкейген шағы. Міне ол ондай не бара алмауы мүмкін сапарға елшілік. Бұны Уақ Ақшора би деген кісі болған. Уақ бүкіл орыс деректерінде бәрін айтады. Уақ Ақшора би бастап барған. 90 жақсы 300-ден дейді. Міне бұл жерде Қалдан Серен Абылайды қалай босатқан? Бұл жерде көп нәрсе айтылады. Яғни бұл осы қазақ билерінің, қазақ Әбілқайыр бар, мына жақта Әбілмәмбет бар, Жолбарыс, жаңағы Төле билер бар, барлығының жаңағы несі бар. Сол сұрау салуы бар. Анау қазақ сияқты күшейіп келе жатқан бұрынғы еңсесін тіктеген елден Қалдан Серен қалайда одақ болғысы келеді. Содан бұны Абылай қандай өлтіруге ол бата алмайды. Екінші орыс елшілігі бар. Оның жаяу әскер, Пензаның жаяу әскер полкының майоры Карл Мильдер дегенді жіберген дейді. Бұл елшілікті бір хат апарған көрінеді. Міне көріп отырсыздар ма? Содан кейін мынау осы жерде Абылайдың алғырлығы, ерлігі Қалдан Серенді өте тәнті еткен. Жаңағы Үмбетейдің шаға өз сөзбен құтылдың, шешендік жолын тұтындың деген не бар? Мына ел арасындағы әңгімеде былай дейді. Сенің қандай арманың бар дегенде Абылай айтты дейді, менің арманым қазақтың басын қоса алмай кетіп бара жатырмын дейді. Сосын бір арманым мен мынау жорықта, жекпе-жекте өлмей, тұтқында өлуім дейді. Қараңыздаршы. Содан кейін бір атадан жалғыз едім дейді ел арасындағы әңгімеде. Сонда оны тыңдап отқан Қалдан Серенді ақ деп, мына Көкбайдың Жанатайұлының да Абылай хан деген несі бар, дастаны бар. Онда да басын мен де Амурсанадан жалғыз едім, мен де тұяғымда Амурсана жалғыз еді дейді. Міне осылай кім Абылайдың осы алғырлығы, шешендігі құтқарды дейді. Енді мына тарихи деректермен салыстырсақ, әрине Амурсана Қалдан Сереннің баласы емес. Ол енді туысқанның баласы болып отыр, нағашысы болып, жиені болып отыр. Мына бұл жерде осындай фактілерді біз еске алуымыз керек. Енді Үмбетейде осы мынау қазақтың көп батырлары бар Абылайдың тұсында. Соны санамалап бір айта кетейін. Әруағыңа болысқан, әруағыңа болысқан, әділ билік қылысқан, қашпаған қандай ұрыстан. Керейде батыр Жәнібек, қаз дауысты Қазбек, Қанжығалы, қу дауысты Құттыбай, Қанжығалы Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Абылай сенің тұсында сол бесеу болып деді. Өзі батыр, өзі би, Тәңірім берген сондай сый, ұмыттың ба соны Абылай дейді. Міне содан кейін ту тіккен мына Бурабай, Көкшетаудың жерін айтады. Би дейді, елің батырың ханға сай болды, елің жалпақ бай болды, қыс қыстауың тау болды, жаз жайлауың көл болды, салқын сары бел болды, елге лайық ер болды, Сарыарқа деп таңданып өзге жұрт аңсар жай болды дейді. Міне ту тіккен жерін айтып отыр. Осыдан кейінгі бір мәселелер мынау қазақ-қырғыз арасындағы қатынастарға байланысты. Бұл да Абылайдың кезеңіне байланысты үлкен бір тарихи фактілер. Қазақ пен қырғыздың арасында 1756-57 жылдар, 60 жылдар, 1870 жылдар, тіпті 75 жылдарда үлкен шайқастар болды. Сол шайқастардың сырынан Үмбетей мынандай бір әңгіме айтады. Яғни осы жырдың текстіне, мәтініне қарап отырсақ, үлкен тарихи оқиғалардың сұлбасы дейміз ба, шындығы өзінің реалистік бояуымен көзге көрініп тұрады, байқалып тұрады. Анау бір жылы аттанған әскерді қырғыз қырғанда, басынан обақ қылғанда, ол хабарды ел біліп, көп батырмен сен жүріп, көзіңнің жасын көл қылып, қырылған әскер басының қасына барып тұрғанда, ақбоз атты шалғанда, мойныңа кісе салғанда, бабай түкті шашты әзіз, сауап бата алғанда, тілеуің қабыл болғанын, мына ұмыттың ба соны Абылай дейді. Осыдан кейін келетті, қырғыздардың арасында үлкен дау болған. Мысалы, анау Әтеке деген үлкен батыр болған, сосын оған қарсы Садыр деген бала бар. Олы сәске болғанда жасаған жақсы жол беріп, жол бергенде мол беріп, қырғызды Тәңірім қақ бөліп, Садыр бала бітем деп, Әтеке соғыс күтем деп, бірі көнбей біріне,
садыр кетті түңіліп, әтеке сынды жырықтың қабырғасы сөгіліп, шапқанда батыр төгіліп дейді. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Сарбаян мен қауымды ұмыттың ба соны Абылай дейді. Міне, сонда қарап отыратын болсақ, анау Левшиннің жазуында да, Шоқанның жазуында да осы 1870 жылдардағы Жайыл қырғыны деген үлкен қырғыннан хабар беріп отыр. Сол қырғында анау бір жылы аттанған әскерді қырғыз қырғанда дейді. Сол әскер қырғызды қырғанда деген Көкжалбарақтың, Найманның Көкжалбарағы, сол қырғыздар жеңіп келе жатып, мынау кейін осы жеңіске масайып дейді, мастанып, мынау Қошқарата деген жерде қырғыздың мазарларына тиіскен ғой. Соған кектенген қырғыздар түн ішінде тап беріп, бірақ қашып құтылып, әскердің көп қырылған. Бұл деген Абылайдың енді кегі болып тұр. Сол кек алу ұрысында осы жағы сол тұруының көсемі Жайыл екі баласымен бүкіл жасағымен қаза болады. Ал енді сол Жайылдың қызы Бейкем Жар деген бар, әтеке сынды батырдың несі, бәйбішесі. Сол жоқтау айтқан дейді. Міне, осы оқиғалардың барлығы. Кейін айтады, осы Левшин, Шоқанда айтады, мынау Абылай жаңағы сол кезеңдердегі қырғыз руларының мына шу мен таластың бойына кіріп кеткеннен кейін Қордай асуынан асып, олар мынау бұлардың енді кейін қайта күшеюіне қауіптеніп, Абылай бұларды солтүстікке арқа жеріне келіп, Атығай Қарауылдың арасына кіргізіп дейді. Содан екі ата бар дейді, бай қырғыз, жаңа қырғыз. Сол күні бүгінге дейін отырды, Левшин де жазады, Шоқанда осыны жазады. Міне сонда осындай үлкен бір істер істеген ғой. Осының барлығы мынау кімнің Үмбетей жыраудың тарихи толғауында айтылады. Яғни тарихи фактілердің осы дәл келетінін біз байқаймыз. Міне бұл жерде енді қарап отыратын болсақ, біз Абылай хан бейнесін біз енді қарап отыратын болсақ, қазақтың өзінің ұлттық тарихнамасынан, осы жыраулар поэзиясындағы тарихи фактілерден алуымыз керек сияқты. Өзге елдің деректері де дұрыс қой, енді ғылыми тұрғыдан әрине оның құндылығы бар, историографиялық, тарихнамалық. Бірақ дегенмен де біздің өзіміздің ұлттық қайнарларымыздан біз сусындауымыз керек, солардан да бағыт алуымыз керек. Міне, енді бір мәселе, мынау қазақ Абылай ханның үлкен образын жасаған, үлкен тарихи бейнесін жасаған, ол Көмекей әулие атанған Бұхар жырау Қалқаманұлы. Бұхар өзі анау Тәуке заманында көзге түскен адам. Ол енді Абылайдың 93 жасаған қария ғой. Сол қасында жүріп, үлкен көмекшісі, кеңесшісі болған адам. Сонда мынау кім Бұхар жыраудың бір фактілері бар. Ойрат пен қалмақтарды жеңгеннен кейін, ойрат қалмақтарын, yani жоңғар дейміз ғой, тарихи әдебиеттерде, сол орда күйрегеннен кейін Син Манжур әскерлері қазақ даласына сұғына кіріп, Аягөздің бойына Балқаштан өрлеп, сол кіре бастайды. Босақ болған жоңғардың даласы бар. Ол жерлерге келе бастайды. Сол кезеңде мынау алдында мен айтып кеттім, Кадаха мен Дардана деген қолбасшылар сәтсіздік ұшырағаннан кейін Сян Лун деген император, Қытайдың Син империясының императоры, Мәнжу императоры, өзінің Фуде және Шияо Хуэй деген қолбасшылар, генералдарын тағы 90 мың әскермен жібереді. Бұнда Баян батырдың үлкен ерлігі болады. Міне осы үлкен аз ғана күшпен келіп, үлкен қырғынға ұшыратады. Кейін біздің үлкен тарихи романдардың авторы мынау Есенберлиннің Жанталас романында өздеріңіз оқыңыздар, білесіздер. Ал енді соны Бұхар жырау былай дейді. Сонда қазақ әскерлері бұл Қытай Манжур шеріктерін, әскерлерін Тұрфанға дейін шегіндірген. Сонда Бұхар жырау осы тарихи фактіні былай дейді. Сүйеуге арқа жарайды, мынау көрші орысың, сәтсіздеу боп тынып тұр. Боғды ханмен ұрысың, Тұрфанды шапты, Бөгенбай жаратамын сол үшін, батыр аңғырт десек те көрсеткендей ел күшін дейді. Міне, сонда кімнің Бөгенбайдың Тұрфанды шапқанын айтып отыр. Яғни Тұрфанға дейін барған қазақ әскерлері. Кейін Айдын су деген жерде қазақ Қытай ойрат Мәнжүр билігі мен қазақ билігінің арасында келіссөз болады да, кейін Абылайға Ван деген князь атақ береді. Өздеріңіз білесіздер, иә? Міне
сол Бурабайдың, жаңа кімнің, Абылайдың осындай үлкен тарихи оқиғаларын суреттеп келген кезде біздің тағы да бір тоқталғалы отырғанымыз Бұхардың 3 толғауы осы Абылайдың тарихи істеріне қатысты. Ол көпшек санды күреңді қалданменен ұрысып, кіші қара қалмақ бүлерде басыңа біткен күніңіз дейді. Міне, осы 3 толғауда Абылайдың мынау кейінгі 1771 жылы, яғни Абылай Әбілмәмбет ұлы жүздің 300-дің ханы болған Әбілмәмбет қайтыс болады Түркістанда. Мына кейбіз біздің тарихи әдебиеттерде, бұрынғы советтік кеңестік тарихи әдебиеттерде оны Орта жүздің ханы деп жүр. Орта жүздің күні Сәмеке, Сәмекеден кейін Абылай, Абылайдан кейін өзіміздің Абылайдың баласы кәдімгі Уәли, кімнің, Шоқанның атасы. Одан кейін мына Қарқаралы өңіріндегі Бөкей, білесіздер. Мына кімнің атақты? Әлиханның атасы Бөкей. Міне көрдіңіздер ме? Ал енді Тәукеден кейін Қайыптан кейін Болат, Болаттан кейін Әбілмәмбет. Әбілмәмбет 1770 жылдар қайтыс болғаннан кейін Абылайды қазақтың игі жақсылары, оның ішінде 300-дің игі жақсылары ақ кезге көтеріп қан қылады. Сонда Абылай қан болған 300-дің. Бұл жаңа Шаңды жорық деген қазір тоқталғалы отырған жорықта Абылай мынау 300-дің ханы. Бірақ орыстың императрицасы, өздеріңіз білесіздер, мұны Абылайды тек не деп Орта жүздің ғана хан деп қабылдаған, Орта жүздің ханы деп. Бірақ ол Орта жүздің ханы емес, ол 300-ге хан болған. Міне сол Абылайдың бір үлкен жорығы мынау не? Шаңды жорық оқиғасы. Осы Шаңды жорық оқиғасына тоқтала кетсек, Бұхар жаудың жаңағы толғауларына қатысты мынандай сөз бар Бұхарда. Көпшек санды күреңді тәбияға жаратқан, қырықсан қара қалмақты жарлығына қаратқан. Айбалтасын алтынменен булатқан, алапасын арттырып арпалап атты қунатқан. Лабашыны деген бір еліні антыменен улатқан. Ираншы мен сиренді тозғынды атып шулатқан, беріштесін жұрт үстінен дулатқан. Үшпу Ирда Бектарул жасыл көлген маслихатқа келтірген дейді. Мына Бұхарда. Енді осы кіші қарақалмақтар. Міне кіші қарақалмақтарға мен кіші қарақалмақ деппін ғой. Үлкен қарақалмақ. Міне Қырғызстан қарақалмақты дейді. Жарлығына қаратқан дейді. Ираншы мен сирендің кім? Лабашы деген бір еліне деген кім? Міне осыларға біз тарихи әдебиеттерден мынау кәдімгі ресми тарихтың деректермен бір сөз өтіп көрсек, еділ қалмақтары көбіне торғауыттар бар, одан кейін дүрбіттер бар. Мынау сол 1771 жыл 5 қаңтарда бұлар еділден қозғалады. Қалмақтардың арасында үлкен бір әңгіме тарайды, ел арасында. Мынау Жоңғария босақ қапты, Алтайдағы Атамекен босақ қапты. Қытайлардың анау Син империясының қырғынынан кейін. Өз жер бос жатыр, осы Атамекенге кетуіміз керек дейді. Оған үлкен бір себептер болды. Сол кезеңдерде қалмақ хандығына Ресейдің отарлау саясаты күшейе бастады да, сол қалмақ хандығының солтүстігіне немістер көшіп келе бастады. Одан Доннан 30 мың үйлі Дон казактар келе бастады да. Қалмақтардың қоныстары тарылды. Осыдан кейін 1760 жылы Убаши хан, Торғауыттың ханы, Астрахан губернатор Бекетовке барып осындай шағым айтады. Орыс үкіметі сол даулы жердің картасын жасап атқанда уақыт өтіп кетеді. Міне 1771 жылы олар мынау Атамекенге қозғала бастайды. Сол кезеңдерде қазақ тарихының әліппесі деген еңбегінде Мұхтар Мағауин 30 мың үй, 120-130 мың төңірегіндегі жан дейді. Ал Рычков пен Макшеев деген орыстың зерттеушілері олар айтады, мынау 120 мың, 170-180 мың төңірегінде жаңағы не болды, жан болды дейді. Сосын 40 мың әскер болған. Ал анау Якин Бикшурин жазады, Якин Бикшурин. Бикшурин деген шығыс танушы, өздеріңіз білесіздер, Қытай танушы. Соның еңбегінде 580 мың ет делінеді. Бірақ жолдағы үлкен жаңағы екі жақтан қысқан жаңағы қысымнан қазақтардың бұлар Атамекенге сонау жаңағы Жоңғар даласына 6 айда асып барған кезде
280 мыңдай ғана қалып еді дейді. Міне көрдіңіздер ме? 300 мыңдай қырылып кетті дейді. Бұқар жырау қырғызстан қарақалмақ дегенде 400 мыңды айтып отыр. Сонда бұқар жыраудың да міне осы жаңағы еділ қалмақтардың санының бір дөп басып отырғандығын шамалап болса да біз байқаймыз. Ал енді осы шайқаста енді мен қарап отыратын болсақ, генерал-майор Трауренберг деген кісі болған, мына Орынбор шекара әскерінің бастығы. Сол артынан қуады. Одан кейін Әбілқайырдың ұрпақтары Нұралы, Пірәлі, Есім деген сұлтандар үлкен әскер жасақтайды. Мына жақтан Абылай шығады, Сарыарқадан. Абылайдың орыс, әділ деген балалар, сұлтандар екі жақтан қысып, енді қазақтардың қаны әбден қайнаған, өздеріңіз білесіздер, ғасыр бойы ит қалмақ деп соғысып келген қазақтар, ата дұшпан, кәпір қалмақ деп қандарына қайнап отырған Абылайдың ойы бұларды кәдімгідей бейбіт түрде жер беріп, ел қылып, қоныстандырып, қазақ шығару болған. Абылай ханның үлкен бір саясаткерлігі сол мына түркмендер, қарақалпақтар, мына жақтағы қалмақтар, көптеген мынау мәнжүрлерден қолға түскендердің барлығын не істеген? Қазақ арасына қыз беріп, жер беріп, отау қылып, сол қазақтың санын көбейткен. Өйткені Ақтабан шоғырында қазақтар көп қырлық болып отыр ғой. Міне соның орнына қазақ шығару деген болған. Міне осындай саясат еді ғой. Міне сонда қарап отыратын болсақ, осы жорықта енді мынау қалмақтар Мойынты өзенінің жағасынан келіп, Іле өзенінің бойымен Балқаштың батысымен өтпекші болады. Сол жерде кәдімгідей үлкен жаңағы қазақтың жасақтары екі жақтан қысады ғой. Міне сонда бұқар жыраудың қалдан менен ұрысып деген атақты жыры бар екен. Қалдан менен ұрысып, жеті күндей тұрысып, кейбір нұсқаларда сүрісіп деп жүр, тұрысып. Сондағы жолдас адамдар. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Сіргелі Қара Тілеуке, Қарақалпақ Қылышбек, Текеден шыққан Сатай Бөлек, Шапараш Наурызбай, Қаумен Дәлет Жәпек Батыр қасында, Бағдәулеті басында, Сеңкібай мен Шойбек бар, Таңсыққожа Мәмбет бар, Қасқараудан Молдабай, қатардан жақсы қалдырмай, Есенқұл Батыр ішінде Өңкей Батыр жиылып, Абылай салды жарлықты дейді. Мұны көрдіңіздер ме? Сондағы қазақ батырларының сандарын кім бұқар жырау санамалап айтып отыр. Сондағы негізгі қаһармандық көрсеткен батырларды. Міне сонда енді осы жерде екі нәрсе бар екен. Бізде Қалдан менен ұрысып деген бар. Бұл 1771 жыл. Қалдан Серен 1745 жылы қайтыс болды. Білесіздер, иә? 45 жылы. Тарихи факт. Сонда мынау Қалдан қайдан жүр? Бұқар шатасып отыр ма? Қалай? Әлде бұл қалай деген сұрақ туады ғой. Енді біз мәтінді қабылдаймыз ғой. Қалдан менен ұрысып, Қалдан деген бірақ Қалдан. Бұл Қалдан Серен. Ал шаңды жорық 1771 жылы болып отыр. Міне, сонда Бұқардың қателесуі мүмкін емес. Енді әрі қарай былай дейді. Біз мынау атақты Абылайдың сайып қыран балаларының бірі, көкжал ұлдарының бірі, Орыс империясының дейміз бе, Ресейдің отарлаушылық саясатына көнбеген Кенесарының әкесі Қасым Төре болған. Атақты Қасым Төре. Оның Есенгелді Саржан деген балалар бар. Одан кейін Кенесары Наурызбайлар шықты. Сонда қарап отыратын болсақ, Қасымды біз Қалдан кім Абылай тұтқыннан босап, өздеріңіз білесіздер, иә? 1743 жылы көктемде жорық неден шығады ғой, жаңағы тұтқыннан босайды ғой. 1742 жылдың қыркүйегінде Карл Миллер бар дейді елшілік. 1743 жылдың көктемінде Абылай оралады. Сонда Абылайға достасып, риза болып, одақтасып, соған көңіл толған кім? Қалдан Серен дейді. Өзінің Хоча деген қызын берді дейді. Ілияс Есенберлиннің жаңағы жанталас шығармасында бар. Топыш сұлу дейді атақты, иә? Ал енді бұл топыш сұлу әрине кімнің Абылайдың мынау қалмақ әйелдерінің бірі ғой. Осы топыштан туды делінеді. Бұл енді өздеріңіз ойлаңыздар. Бұл қай уақытта? Ал енді кейінже Тоқал баласы Қасымет дейді. Енді қарайық, Бұқарға келейік. Қазір жаңа айтып кеткен Қалдан жүр. Енді Бұқар былай дейді. Қалдан менен ұрысып,
жоқ, қалданмен ұрысты айттым, иә. Қалдан ханды қашырып, шеп салған жерін бұздырып, ұрысты қатты қыздырып, Қасым ханның шешесін хан Абылай алғанды дейді. Қасым ханның шешесін хан Абылай алғанды. Жабы деген қалмаққа тырнағын қатты батырды. Бұзылып қалмақ кеткен соң Өңкей батыр жиылдып, хан Абылай шақырды. Bir төбеге жиылды, құм төбеде үйілді. Бөліске олжа түссін деп хан Абылай бұйырды. Бөліске олжаға түскен ішінде сұлу қыз Абылайдың кенже тоқалдарының бірі. Міне, сонда бұл Еділ Торғауыт ханның қызы болып отыр, Қасымның шешесі. Ал енді осы фактыны кім дәлелдейді? Барон Усылар деген кісі. Ол кісі 1848 жылы Қасым хан қайтыс болғаннан 10 жылдан кейін, 37 жылы Ташкенттің анау Бердібек сияқты мына Қоқан ханның нелері тыңшылар өлтіреді ғой. Қасымды алдымен Қасымды, Саржан мен кімді? Есенгелдіні, өздеріңіз білесіздер, 36 жылы Есенгелді мен Саржан, одан кейін Қасымды, Түркістанда. Міне, содан 10 жыл өткесін жазып отыр. 1848 жыл барон Усылар өзінің не деген еңбегінде 4 месяца в Киргизских степях деген еңбегінде отечественные записки деген Санкт-Петербургта шығатын журналдың 10-шы санында жариялаған. Сонда ол таңғалады. 60-тан аса берген кісі жаңа жас қыз алып, одан перзент көргеніне таңғалады. Таңғалған жасырмайды. Міне, сонда Қасымның туғанын айтып отыр. Содан кейін былай дейді жаңа кім? Бұқар. Басыңа біткен күніңіз құтты болсын ұлыңыз. Көрдіңіздер ме? Ананың жалғасы. Хан Абылай атандың, дүниеден шықпай мініңіз. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың. Ешбір жаман қылмадың, жетімменен жесірге ешбір жаман қылмадың. Әділетпен жүрдіңіз, әдептіске кірдіңіз. Арманың бар ма хан ием? Мәртебелі төбеге жауыңды алып жайладың. Жетігіндей тұрысып, өлімге басты байладың. Ақылың бар хан едің, айтар сөзім осыдыр. Ақылың бар хан едің, мұның түбін ойлаған дейді. Міне, жаңағы мойын түбіндегі жаңағы Балқаштың ілігі құятын сағасындағы ол шайқастан кейін ол жаға жаңағы қыз түскен ғой. Міне, ханшасы, сұлу. Міне осыдан кім жаңа дүниеге келіп отыр? Қасым. Ал енді қазір бір мәселеге келейік. Абылайдың атаңа 6 қатын алып берген, Атығай Қарауылдың баласымын деп, Арыстанбай Кенеханнан өзіне ажал құрығы мойнына түсер кезде не істейді? Бостандық алады ғой. Атаңа 6 қатын алып берген, Атығай Қарауылдың баласымын. Жақсы көрсең, мен сенің қарашыңмын деп келетін кімнің атақты жыры бар? Арыстанбайдың. Сонда енді 6 қатын емес 12 отау болған. 6-ауына отау болған, қалғандары енді соның жанында болған ғой. Сонда мынау профессор Жамбыл Артықбаевтың дерегінде оның ішінде дейді, негізі қазақтан да алмаған сияқты Абылай. Сонда қарайық, мына Абылайдың бірінші әйелі Қарашаш ханым, бұл төре тұқымы дейді. Ал енді Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, бұл ру Қарауыл еді дейді. Қарашаштың. Екіншісі Сайман деген Қарақалпақ, бұдан кімнің Шоқанның атасы кім туады? Уәли туады. Сайманнан кейін Бабақ ханым, бұл Қашқарлық Кенже Сарттың қызы дейді. Бабақ ханым. Бабақ ханымнан кейін үшінші кім? Сарғалдақ қожаның қарындасы. Әрі қарай төртінші бұл жаңағы айтып отырған осы Сарғалдақ қожаның қызы болса, бесінші мынау Қалдан Сереннің туысы Хошу Мергеннің қызы Топыш. Біздің халық арасындағы әңгімелерде кімді Қасымды осы Топыштан туғызып жүрміз ғой. Топыш. Топыштан кейін мынау әрі қарай кеткен болсақ, ол Тулақ болады. Әрі қарай жаңағы Өріс деген бар. Мынау жаңағы кімнің Қалмақ қызы. Одан кейін кім әрі қарай Сайын Көбен, Шаған, Мұнтум деген бәрі Қалмақтың қыздары. Қараңыздаршы, Қалмақтан. Сонда көбі Қалмақтан болған. Оның ішінде жаңағы Өріс деген Алатау қырғыздарының қызы болып отыр. Қалғанның бәрі осы Қалмақтардан болған. Сонда Мұнтум деген ең кенже. Түсінесіздер ме? Тоқал болған. Ал енді көкбайлардың, басқалардың дастандарында кенже тоқал баласы Қасым еді дейді. Міне, сонда бұл жерде енді неге Бұхардың кезінде Қасым хан болған жоқ қой. Қасымды қалай хан дейтін болсақ, профессор Жұмат Тілеповтің мынау тарих және әдебиет деген дерегінде айтылады. Ол кісі былай дейді. Мына Шымкент төңірегінде Қасым Созақ төңірегінде тұрды ғой. Мынау арқадан кетіп. Сонда осы жерлердің халқы
Қасымға жағыну үшін қасымда хан деген ғой. Мына осы сол кезде мына жыр редакцияланған. Жыр редакция, өйткені бұл ауыз әдебиеттің мұрасы жыраулар шығарғаннан кейін бұл жаңағы Қасымды хан дейді, көрдіңіздер ме? Ол кейінгі бір нұсқасында. Кейін осы біздің нұсқа бізге жетіп отыр. Қасым ханның шешесін хан Абылай алған дейді. Енді осы жерде бір тағы бір сөз бар. Мынау жабы деген қалмаққа тырнағын қатты батыр дейді. Осы жабы деген кім? Сосын қалданменен ұрысып, 7 күндей тұрысып, сондағы жолдас адамдар. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, жаңа мен айтып кеттім ғой, иә. Ал енді осы мынау жазба поэзияда Мағжан ақында, иә, қазақтың бір ағи ақын Мағжанда Батыр баян поэмасында осы батырлар айтады, бірақ бұл жерде жаңағы Бұқардың көрсетіп отырған батырларына келмейді. Бұл жерде жазушының өзі қиялмен. Мына былай дейді: алыста орыс Қытай ауыр салмақ, жақыннан маза бермес қара қалмақ. Алдың ор, артың көр, жауғысқанда дағдарған алаш енді қайда бармақ. Сол күнде елге қорған болған Абылай, көп жаудың бірін арбап, бірін қырып, күндердің күнінде хан Абылай қалмаққа ойын алды, салмақ ойран. Ханынан аттан деген сөз жеткенде, ордаға Батырмәмбет келді аңдап. Жиылды өңкей ноян ағай-сығай, бай жігіт Тасболаттан би толып ай. Ту баста Абылайды қан көтерген қамқоры қарауылдың шешен ғанай. Ашуы жауған қардай, шөккен нардай, қарт қыран Қанжығалы қарт Бөгенбай. Бөкеңнің жас жолбарыс жеткеншек, аузынан жалын жасқан жас жанатай. Міне, осыдан келетті, әрі қарай найзасын нажағайдай жарқылдататын, сырттаны бәсентейін сармалай. Балталы екпінді оттан Оразымбет, сіргелі шапшаң оқтан Ерелшібек, өзіне тірі жанды теңгермейтін тәкаппар Қошқарлы Ер Жәнібек. Қалданға ханмен бірге тұтқын болған жолдасы Абылайдың Батыр Жабек. Найзасын от шашқандай оқшататын сырттаны бәсентейін Ер Сырымбет. Осындай өңкей көкжал жиылыста жолбарыстай күңіреніп жауғайды деп біледі ғой. Осында қарап отырсақ, бұл ақындық қиял бар. Жаңа Бұқар жыраудың толғауындағы батырлар басқа, Шаңды жорықта. Мұнда басқаша көрсетілген. Бұл енді ақынның өзінің правасы бар. Бұл енді тарихи зерттеу емес, дерегіміз поэма ғой. Ал енді Бұқар жырау ете алмайды. Бұқар жырау өзінің кезіндегі адамдарды мына жыраулық поэзияның бір ерекшелігі, оның тарихында осындай басым болған. Міне, сонымен енді айтайық дегеніміз, Қасымның осы жаңағы қалмақтардың жаңағы қолында соңғы мына осы Шаңды жорықта еділ қалмақтар Торғауыт ханның түскен олжадан түскен қыздан туып отыр, ханшадан. Ал ендігі бір тағы бір айтатынымыз, мынау Қалданменен ұрысып дейді. Міне осы Қалданменен ұрысып деген кезде жаңағы айтып кеткен Жұмат Түлептің дерегінде фольклоршы үлкен ғалым осы тарихилігіне өте көп көңіл бөлген, жыраулар поэзиясының. Сол кісінің осы дерегінде былай дейді, енді былай жалпы Қалдан деген атау өзі қалмақтарда көп қой. Қарасаңыз, иә. Ол мысалы Абылай деген ат бірнеше, Абылайдың атасы да Абылай. Мына жақта Ферғана мен Наманганда ертеде мынау есімнің заманында да Абылай деген сұлтандар болған. Қалмақтардың өзінің іштерінде Абылай деген нояндар бар. Сонда мынау Қалдан кімнің Убашы деген ханның жанында, мына қалмақтың ханы, ол кезде 25-26-лардағы бала, жаңағы Шаңды жорықта осы қалмақ қосынын бастап Алтай көтпек болған Торғауыттың ханы, Убашының кеңесшісі, тіпті Убашыдан да артық бедел жинаған Галдан Серен Шижен Жетен деген кісі болған. Қараңыздар, Галдан Серен Шижен Жетен. Осы Галдан Серен Шижен Жетен, былайша айтқан кезде Шеремменен ұрысып болу керек, бірақ кейінгі редакциялаған болған кезде, мына ауыз әдебиетінің редакциясы дейміз, поэтикасы, жыраулар поэзиясы, кейінгі жыршылар осы Шереннен гөрі қазаққа тізесі батқан, қаһарлы, әлде халықтың санасынан кетпеген атақты Қалдан Серенді қосып отқандығын байқаймыз. Қалданменен ұрыс. Қайдағы бір дүрбіттің нояны Галдан Серен Шижен Жетен емес. Галдан Серен Шижен Жетен өзі, оның арғы бабасы 1674 жылы мынау Тобыл бойынан Еділге көшіп келген 40 үйлі дүрбіттердің нояны болған кісі. Ал оның арғы атасы 1622 жылдары мынау Тобыл воеводасы Матвей Годуновпен одақтасып жүрген атақты Далай Лама.
далай ноян, далай дүрбіттің. Міне, осы дүрбіттер, осы көп көштің басында осы дүрбіттер болған. Ал енді Галдан Сереннің мынау Торғауыт ханына қандай бедел болды деген тағы бір мәселені айтсақ, мынау кімнің Қалдан Сереннің әкесі Дунро Барши, Дундукташи деген кісі 1741-1761 жылдары хандық құрған, Ресей патшалығына хандық ала алмай жүрген көбіне. Сол кезеңде ол Тибет Далай ламасынан хандық мөрі мен лауазымды алып келген. Яғни осы титулды алып келген кісі осы жаңағы Қалдан Серен Шиен жетен. Міне осы Шиrenмен ұрысып, кейін жаңағы Қалданмен ұрысып болып кеткен, өзіміздің атақты Қалдан Серенді еске аламыз ғой мына жырда. Енді бір мәселе. Жабы деген қалмаққа тырнағын қатты батырды дейді. Осындағы жабы деген не ру, не ата, не кісі жоқ. Бұхардың осы толғауындағы жабы қайдан келген? Сөйтсек, мынау атақты Хо үрліктің баласы Аюке, сол Аюкенің баласы Шагдур Жабы деген болған екен. Шагдур Жабыдан Донура Баршидан Убаши. Сол Убашиға дейінгі бүкіл туысқандар, ат нелер, ұрпақ өздерін кім дейді? Қазақтың дәстүрінде бар ғой. Шагдур Жабы, яғни жабы қалмақ деген. Қазақтар оны жабы қалмақ деген. Шагдур Жабы демейді ғой енді. Жабы қалмақ. Осыдан міне жабы деген қалмаққа тырнағын қатты батырды деп келетін жері бар. Міне осы тұрғыдан келсек, біз мынау жыраудың осы жырларына үлкен реконструкция жасағанда тарихтың мынау жаңа шаң тозаңнан нетіп үріліп, яғни осының ар жағындағы тарихи шындықтың көріністерін біз байқай алады екенбіз. Қалдан Серен өлгеннен кейін Қалмақ ордасында үлкен бүлік болады. Бұлғақ дейді. Қалдан Сереннің екі баласы болған. Бірі Сыбан Доржы, екінші Лама Доржы. Сыбан Доржыны кім Лама Доржы өлтіреді? Күңнен туған екен Лама Доржы. Сол күңнен туған Лама Доржыны қалмақтың ақ сүйектерін нояндар ұнатпайды, бірақ іштерінен тынып жүреді. Сол кезде мынау қалмақтың Қалдан Сереннің тағына, яғни Ойраттың, Жоңғардың тағына тағы бір екі үміткер болған. Біреу Амурсана, екінші Даваци. Қазақ Давашы дейміз ғой. Сол Даваци, Амурсана. Осы Амурсана мен Даваци бұл Сыбан Раптанның Тибет жаңағы Далай ламаға ұзатқан қыздарынан туған Тибет ханзадалары, жиендер. Ал енді мынау қалмақ ойрат дәстүрінде, мен қазақтың дәстүрінде ұлдан туған ұрпақ қана хандық болатын болса, ойраттар мен қалмақтарда қыздан туған жиендерде анау таққа отыра береді. Сондықтан олар бірден бір мұрагер есебінде есептейді. Сол Амурсана мен кім Даваци Абылайға келіп көмек сұрайды, паналайды. Сол кезде жаңағы Лама Доржи елші жіберіп, Абылайға қоқан-лоққы көрсетіп, жаңағы осы Амурсана мен Давациді жаңағы қайтаруын сұрайды. Бірақ Абылай қазақтың дәстүрімен, көшпелілердің дәстүрімен қонақты өзін паналаған, қонақ ретінде келіп отырған меймандар ретінде, енді былай қарасаңыздар, ескі салт, көшпелілердің салтымен оларды бермейді. Бұған Сыбан кім Лама Доржы қатты ашуланып үлкен қазақ даласына жорық ұйымдастырады. Қазақтардың жағдайы өте ауыр жағдайда қалып отыр. Сол кезде Абылай Амурсана мен Давациді өзінің таңдаулы 500 сайып қыран жауынгерін қосып, олардың шағын жасағы бар. Анау Амурсана мен Даваци жоңғардың асуынан өтетін жасырын жолдармен барып, қаннен қапар жатқан Лама Доржының ордасына басып кіріп, Лама Доржыны өлтіріп, майдандағы әскерлерді кері қайтарады. Осымен жаңағы шайқас тоқтап, кейін Даваци таққа отырады. Енді Даваци таққа отырғаннан кейін Амурсана әрине бұл да тақтан дәмеге қайтадан Давацимен соғысады. Ол енді біресе Абылайға барады, біресе Қытай императорына барады. Ақыры 1755 жылы Син әскерлері 90 мың әскер, бүкіл 1 миллионға жоқ жаңағы шүршіт әскерлер дейміз, осы қалмақ жұртын үлкен жаңағы қырғынға ұшыратады. Бұған басты себепкер осы Амурсана делінеді. Қалмақ аңыздарында Амурсана бір жағымсыз кейіпкер ретінде төрт көз төбеттіп, шөл даладан үнемі су іздеп, су келе бергенде су жоғалып кетеді ғой. Міне осындай бір аңыз бар. Амурсана жаңағы опасыз ретінде көрсетеді ғой. Міне ендігі айтайық дегеніміз осыны Бұхар жырау қалай айтқан? Бірлік керек дейді қазаққа. Абылайға да осы мәселені көп айтады. Былай дейді: кіші қара қалмақ білерді, бозылардың билігі бұлт бұрқан болысты. Уағдадан жылысты, буршандай діздеті, жамандықты іздесті.
бірін бірі күндесті. Жаулаған хан қара оңбас, қан қисайса бәрі оңбас. Хан қалмақ жаулаған, сөйткен қалмақ оңбаған, үш қарқара көктөбе, ит тұлық қалмаған, сол қалмақтың жүртеді ау дейді. Бұхар, не көрдіңіздер ме? Енді осы жерде былай дейді, кіші қара қалмақ бүлірді. Мынау ойрат ұлысын кіші қара қалмақ деп отырмыз ғой, еділ торғауыттардың үлкен қара қалмақ дейміз. Мынау Алтайдағы исламға, мұсылман дініне өтпеген түрк тектес Тува, Хакас, Ұранқай, оларды құба қалмақ делінген. Мына құба қалмақ қара қалмақтың заманында дейді қазақ. Мына осының ара-жығын ажыратуымыз керек. Міне енді сонда бозылардың билігі бұлт бұрқан болысты дейді. Осы жердегі текстологияды қараңыздаршы. Бұлт бұрқан болысты. Бұлт емес, менің ойымша бұл пұт бұрқан. Бұрқан деген сөз түркі тілінде, түркі тайпаларында Будданың есімін білдірген. Түсінесіз ме? Будданың есімін білдірген. Сонда пұт бұрқан болысты. Бозылардың билігі. Ол кімді айтып отыр? Даваци мен жаңағы Аңурсана. Бұлар Тибет ханзадалары. Былайша айтқанда жиын. Көрдіңіздер ме? Соны кім біліп отыр? Бұхар. Түсінесіздер ме? Енді осы жаңағы көптеген осындай тарихи Үмбетей, Татғара, Бұхар жыраудың толғауларында осы Абылайдың үлкен жаңағы ерлік бейнесі, үлкен реалистік бір қанық бояулармен, өрнектермен көрсетілген ғой. Бұхардың үлкен симпатиясы дейміз бе? Үлкен сүйіспеншілігі Бұхарға деген махаббаты дейміз бе? Үлкен сүйіспеншілігі. Оның ақылды, кемеңгер, бір жағында мынау Ресей, бір жағында мынау Син империясы, мына жақта Қоқан. Осы Қоқандардан көп жерлерді азат етті ғой. Жаңа мен айтып кеттім, қырғыздарға шабуылында ол Ташкентті азат етті. Ташкент алым салық төлеп тұратын болды. Түркістанды, Созақты, Сауранды, ежелгі сыр бойындағы қалаларды азат етті. Сол жорықтағы қазақ болды дедік, иә? Міне, сонда қарап отыратын болсаңыздар, осындай үлкен ісіне байланысты халық арасында Бұхардың мына бір жыры айтылады екен. Былай дейді: қайғысыз ұйықтатқан ханым-ай, қайырусыз жылқы бақтырған ханым-ай, қалыңсыз қатын құштырған ханым-ай, 300-ден 3 кісіні жазым қылсам да, сонда да жаның қалар ма екен ханым-ай дейді. Міне Бұхардың үлкен симпатиясы. Яғни Бұхар жырау 93-ке келген қария күндіз мендей жырлайтын енді қайта табылмас деп, сол Абылайға үлкен өзінің аталық, бабалық сөзін айтқандығын байқаймыз. Біздің енді айтпағымыз Абылай туралы осы көптеген шындық мәселелер әлі де Абылайнама деп жатамыз ғой. Немесе Абылай туралы тарихнамада бұл айтылу керек. Профессор Рахманқұл Бердібаев айтады: қазақ жырларында, аңыздарында Абылай бейнесі өте сүйкімді, өте жағымды. Ол мынау орыстың блиналарындағы күндидарлы Владимир сияқты, Владимир Красный Солнышко дейді ғой. Міне осындай бір бейне қазақ жырлары мен аңыздарындағы Абылай. Яғни біз бұл жерде Абылайдың тарихи тұлғасы мен осы жырлардағы бейнелерін салыстыра отырып, үлкен бір тарихи шындықтың бетін ашуымыз керек деп ойлаймыз. Рахмет назарларыңызға.